Менің есімім Дильназ Нұрсейіт. 6 жасымда Қазақ-Қытай бірлесіп түсірген «Композитор» фильмінде Бақытжан Байқадамовтың жиені Қаламқастың рөлін сомдадым. «Композитор» фильмі Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қытайлық музыкант Си Цзиньхайдың Қазақстанда тұрғаны, оның қазақ композиторы Бақытжан Байқадамовпен достығы туралы баяндайды. «Композитор» фильміндегі кастингте 70 баланың ішінен мен таңдаған болатын Қаламқастың рөліне. Бұл менің фильм түсіріліміндегі алғашқы тәжірибем болғандықтан түрлі қиындықтарға тап болдым, бірақ дегенмен түсірілім тобы маған ерекше қолдау көрсетіп, менің өзіме деген сенімділігімді нығайтты. «Композитор» фильмі 2019 жылы жарыққа шығып, көптеген кинофестивальде түрлі марапатқа ие болды. Сондай-ақ Ванкуверде өткен 8-ші халықаралық Қытай кинофестивалінде үздік фильм, үздік режиссер, үздік әйел рөлі және ең үздік ер адам рөлі номинациялар бойынша Қызыл үйеңкі жапырағы сыйлығын жеңіп алды. «Композитор» фильмі шыққаннан кейін түсірілім тобымен Қытайға 2 рет бардық. Бұл сапар мен үшін ең ұмытылмас күндер болды. Шанхай кинофестивалінде мен болашағы зор жас актриса жүлдесін жеңіп алдым. Бұл жүлде маған үлкен жетістік болды. Бейжің киноакадемиясында өткізген тамаша сәттерді әлі ұмытқан емеспін. Ол жердің атмосферасы ерекше болды. Қытайлардың өнерге деген құрметі мен сүйіспеншілігін сезіндім. Сонда осы елде білім алсам тамаша болар еді деп ойладым. Сол кезде кішкентай болсам да, актер үшін тіл білудің қаншалықты маңызды екенін түсіне алдым. Фильм екі елдің мәдениетімен тығыз байланысты болғандықтан, мен үшін Қытай мәдениеті мен тарихын зерттеу маңызды болды. Өнер шекараны білмейді. Мен үшін Қытай мәдениеті жаңа мүмкіндіктерге толы жаңа әлем. Қазір жасым 14-те, орта мектепте оқимын. Өнер мектебінде вокал бойынша білім алып жатырмын. Бос уақытымда спортпен айналысқанды ұнатамын және Қытай тілін үйреніп жүрмін. Фильмнің түсірілімі аяқталғанда менде Қытай мәдениетіне деген қызығушылық пайда болды. Сондықтан Қытай фильмдерін көріп, Қытай тілін үйрене бастадым. Оны зерттеп жүргеніме 2 жылдай уақыт болды. Бастапқыда өте қиын болды. Өйткені Қытай тілінің айтылуы мен жазылуы басқа тілдерден айтарлықтай ерекшеленеді. Дегенмен, бұл қиындықтар менің алға ұмтылуыма күш беріп, ынталандыра түсті. Жаңа мүмкіндіктер ашты. Қазір мен HSK 3 деңгейіне жеттім. Өз ойымды қарапайым сөздермен жеткізе аламын. 未来我打算在中国上学，我的梦想参加例如作曲家之类的其他的电影，并为两国的友谊做出贡献。